Бұл зообақта өмір сүретін арыстан инбридингтің, яғни жақын туыстардың шағылысуының салдарынан пайда болған генетикалық ауытқудың айқын мысалы. Қамауда ұсталатын жануарларда еркін таңдау болмағандықтан олар өз туыстарымен шағылысуға мәжбүр болады. Мұндай жағдайлар арыстандардың сыртқы келбетіне, ағзасына және жалпы денсаулығына зиян тигізеді. Бұл арыстанның денесі ауырғандықтан әрең қозғалады, ал бет әлпеті айқын деформацияға ұшыраған. Ол ұзақ өмір сүрмейді. Табиғатта мұндай ауытқулар өте сирек кездеседі, өйткені ер жеткен еркек арыстандарды үйірден қуып шығу табиғи сұрыпталудың бір бөлігі. Сол арқылы тұқымның тазалығы сақталады. Уиттакер әулеті ақштың батыс Виргиния штатындағы От ауылында тұратын отбасы. Инбридинг бұл әулетте бірнеше буыннан бері жалғасып келеді. Отбасының шығу тегі екі егіз бауыр Генри мен Джон Уитакерден басталады. Олардың балалары өзара үйленіп, келесі ұрпақтарда да туыстар арасындағы некелер қайталанған. Осылайша екі буыннан асқан генетикалық тұйықтық қалыптасқан. Бұл генетикалық қателік салдарынан отбасы мүшелерінің кейбірінде сөйлеу қабілеті бұзылған, кейбірі қоршаған орта мен қарым-қатынас жасауға қауқарсыз. Мұндай генетикалық жақын қатынас когнитивтік және физикалық дамудағы кемшіліктерге, әлсіз иммундық жүйеге және өмір сүру сапасының төмендеуіне әкеледі. Табиғаттың осы генетикалық заңына қарсы шыққандар ауыр физиологиялық азапқа ұшырап, әлсіз ұрпақ таратып іштен жойылады. Мұндай мысалдар адам мен жануар үшін де ортақ ескерту болуы тиіс. Кімде-кім ғылымды басшылыққа алып, бұл қате идеологиямен күреспесе, оның болашағы бұлыңғыр.